Бүгінгі раважлану жолына түскен мемлекетimiz өзінің білімлі, ішсең һәм қабілетлі жастарымыздың ұлы мақсатларын жүзеге шығаруда көп қана ләжларды әмелге асырмақта. Бүгін қайсы бір тарауды қарасақ та, онда осындай білімге ұмтылушаң, әр тараплеме жетіліскен зерек жастардың табысларын көріп, қауесің артады. Осындай белсенділігі менен жақсы табысларға ерісіп жүрген жастардың бірі Саламат Аяпов бүгін сәубетлесу үшін оны көрсетуімізге мұрат еттік. Саламат, студиямызға қош келіпсіз. Жақында Өзбекстан көлемінде өткерілген келешек ауазы республикалық жастар таңдауында қатнасып, лауреат болып қайттыңыз. Сізді бұл табысыңыз бенен құтлықлап, таңдау тәсірлерін өзіңізден естісек. Келешек ауазы республикалық жастар таңдауы 2012 жылдың соңғы айының соңғы күндерінде болды. Бұл Ташкент қаласында. Бұған Өзбекстан көлемінде 700 талантлы, білімді жастар қатнасты. Бұнда 4 номинация, 15 жөнеліс бар. Сол 15 жөнелісте әркім өзінің талантымен қатнасқан болса, мен осы ан'анави ва амали санат жөнелісі бойынша қатнасып, бұнда фольклор бөлімінде қобза аспабы менен қатнасқанмын. Таңлаудан 3-4 күн алдын барып, сояққа барып, Ташкентте таярланып, болатығын жерлерді көріп, консерваторияда болған болса, сол консерваторияның сахналарына шығып көріп, киімлерімізбен көріп таярлық болды. Һәм о жерде сол таңлау күні бірінші болып сахнаға Қарақалпақстан Республикасы басылып берді. Оның ішінде өзім бірінші шығып басылып, сол қобыз аспабымен Алпамыс дастанының үзінді айтқанмын. Әлбетте, бұл таңлауда Өзбекстан Республикасының барлық уәлаятларынан жастар қатнасты. Осы жастардың зеректілігі, талантлығы хақында нелерді айтасыз? Әммесі білімлі, талантлы жастар, бірақ біздер әммемізден білеміз, бұның барлығы да лауреат болмайтын. Ал біздің өзім жөнелісіме келетін болсам, мәселен, Өзбекстан бойынша сараланып, ең соңғы республикалық басқышқа 45 адам шықты. Сол 45 адамның ішінен 3 адам Өзбекстан бойынша лауреат болады. 3 адамның, 3 жастардың ішінен мен өзім шықтым, екіншісі Хорезмнен шықты, үшіншісі Намангеннан болды. Мәселен, бұл тек таңлау емес, басқа нелер жастарменен пікір алысу, тәжірибе алмасу. Басқа тек өзіміздің жөнеліс бойынша емес, мәселен, бізде білмеген затларымызды өзіміз қатар жастардан үйрендік. Мәселен, шайырлар бар, архитекторлар бар, дизайнлардан көріп, бір білмеген затларымызды үйреніп, білген затларымызды өзіміз байытуға әрекет еттік бұл жастармен. Осындай жастарды қолдап қуатлауда сіз тәлім алып атырған білім дәргайларындағы мүмкіншіліктер хақында тоқтап өтсек. Бердағатында Қарақалпақ мемлекеттік университетінде оқып атырмын, педагогика факультетінде. Сол өзіміздің факультетімізде қолдап қуатлау жүдә бір жақсы, себебі біздерді әр конкурсқа кеткенімізде де, таңлауларға, фестивалларға, әттегі өзіміздің қаламыздағы концертлерге кеткенімізде де сабақлардан азат етіп бізді керек болса сол өздерінің аямай жәрдемдерін беріп атыр. Онан ұстазларымыз, өзіміздің кафедрамыз, деканатымыз, ректоратымыздың жағынан көп жәрдемлер бар. Қала берсе, сол оқу дәргайымыздан тысқары біздерде Нүкіс қаласында келешек ауазының жастар басламалар орайы бар. Екінші санлы академиялық лицейде. Сол жерде мен бұл таңлауды білмей тұғын едім турысы. Сол жерде біздердің координаторы бар, Полат аға деген. Сол Полат ағамыз таңлауға қатнасып көрді, бізге мұрат етті. Онда қатнасып көріп, сол жерге барып, сондай енді бұл 3-ші жылым қатнасу, сонда лауреат болып отырмыз. Содан бері келешек ауазы жастар басламалар орайына әр қатнап барып хабар алып тұрамыз. Әлбетте, сіз өзіңіздің талантыңызбенен халқымызға таныссыз. Бүгінгі күнде қайсы дастандарды үйреніп атырсыз? Бүгінгі күнде әзір дастанларға айтып өтсем, бір дастанға тоқтадым өзім. Әзір Ержора дастанын үйреніп атырмын, бірақ тысқары әр дастанлардан бір ең қызықлы жерлерін қосымша үйреніп барып атырған. Ал олардан тысқары, мәселен, халқымыздың бұрыннан кетірген терме толғау нәсиhaтлары бар. Бұларды ұстазларымыз өздері үйретіп кетір біздегі. Осы орында сізден жалы хауазда ықыласпен тілерімізге терме толғаудан естісек.
Мен қазір айтатығын терме толғау дейміз, нәсиятымыз бұл осы халқымыздың белгілі жырауы болған, ата-бабаларымыздың қиналған тұрмысларын өз қобызыменен жырлап берген жырау ата-бабамыздан жиен жырау толғауынан болған Посқан ел поэмасын айтып беремін қазір. Ateş yurtum ey Türkistan, ateş yurtum Türkistan, ömürlük şeylav bulmadı. Garipinin kasırgı jetiminin cisirgin ey sayasın, hiçbir ey salmadı. Aldı minin ey başı sava, yekkine çalmadı. Buzak buldu şanı, dilsiz buldun ey kazı seyyi. Günahsızdın ey birazını, günahlı demeyi kıynadı. Yekcaklap, üşaklap ey kevülge kaygayı şamadı. Ha ağalar ey ağalar, postuk sonday sandallar, arkaladı arbanla ey ahiret görme bey ölümden. İşirgi suya bulmadın yaşlıktan kattı ey kaltırabı. Kol ayaklar ey kaltırab, köntünürüp karşavdı, şalan ayak şalan basa. Ey tiyatırımız ey kamşılabı. Bəz bir evдің ey kolunda, kundaklavlı balasın ey anasından süt çıkmay ey tamşılaydın ey göz yası ey. Yası kaytkan karılar, tayanıp alıp tayağın, belleremden bөгülüp ey basalmaydı ey ayağına. Рахмет сізге мазмұлы сәубетіңіз үшін. Сізге оқуларыңызда жаңа табыстар тілеп, Рахмет. дөретушілігіңізде жаңалықтар күтеміз. Ойын Арал жігітлері. Айқұлаш жұлдыздары Қарақалпақ милли фольклор ансамблі жігітлері атқарады.